Lexus RX 300 birinchi поколение. Екінші поколениясында да сондай шығар енді. Бірінші поколение менде. Мысалы, бұларда қыстық жаздық зимний летний режим болады печкасында. Мысалы, сіздер замок зажиганияны ашып, печканы заказ күн салқындады, печканы қосу үшін бассаңыздар, кондер да бірге қосылады. Оны міндетті түрде қолмен басып өшіруіңіз керек. Соны печке қосқан кезде кондер мүлдем қосылмайтын қылып қоюға болады. Ол үшін біз замокты өшік тұру керек, замокты өшіріп қоямыз. Сөйтемізді автомен мына артқы терезені, боковой терезені қосатын кнопкамыз бар ғой. Осы екеуін бірдей басып тұрамыз да, мына замокты ашамыз. Бірақ мына екеуін басып тұруымыз керек замокты ашатын кезде. Сол кезде жаңағы кондер өшетін болады. Кілтті қосып, печканы автоға басқан кезде кондер қосылмайды, тіке печке қосылатын болады. Қазір маған сәл қиындау мен түсіру. Қазір сіздерге көрсетемін. Мысалы, менде қазір мен замокты ашам, авто печканы қосам, менде мынау да қосылады. Оны қолмен басып өшіруім керек. Сол үшін мен қазір оны қосылмайтын боламын. Замокты өшірем. Қазір қалай болады екен? Қиындау болып тұр сәл. Паузаға қоя тұрайын. Бірақ автомен мына лобовойды, артқы лобовой, боковойдың спиралін қосатын кнопка екеуін қатар басып тұрасыздар. Міне қазір мен дәл жаңағы сіздерге айтқандай қылып жасадым. Енді қазір мен замокты ашамын. Печканы қосылды, міне печка. Менде АЭС жанып тұрған жоқ. Міне қазір печканы өшірем. Қайттан печканы қосам, АЭС жанып тұрған жоқ. Қайттан жаз болған кезде, қайттан кондерді автомат түрде өзі қосылатын қылу үшін, ол кезде сіздер қайтадан замок өшіп тұрады. Автомен АЭС-ті екеуін бірде одновременно, екеуін бірде қат басып тұрасыздар да, замокты ашасыздар. Сол кезде автоматически кондер қосылатын болады. Сіздерге